Шаңырақтың үстіне төбеге ту ілуге бола ма? Басында түсінбеушіліктер болып жүрді. Сіз тірі тұрған кезде бұл ту ұсталмайды? Мен тірі тұрғанда балаларым айтып жатырмын, осы туды шаңырақтан алмаңдар балалар деп. Былай дейміз, туды ұстап тұрған адам жылына 70-80 мың теңге осы туға жіберем. Армысың көзі қарақты көрермен, бүгін менің YouTube арнамда ерекше шығарылым. Өздеріңіз видеоның астындағы тақырыптан ұққандарыңыздай, мен Ерсайын Арынханұлы есімді шаңырағының төбесіне қазақтың мемлекеттік туын орнатқан ағамыздың үйіне қонаққа келдім. Көк тудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Аға, армысыз? Сұхбат беруге келіскеніңізге мұнда бір рахмет. Жалпы Ерсайын аға туралы қысқаша айта кететін болсам, ағамыз бұрынғы Қорт, қазіргі Мерғалым ауылы, Аққулы ауданының тумасы. Қазір міне Павлодар қаласының жанындағы Кенжекөл ауылында тұрып жатыр. Тіпті ағамыздың мекенжайы бүгінгі тақырыпқа өте керемет үйлеседі. Бекзат Саттарханов көшесі, көшенің аты 21-ші үй. Өздеріңіз білесіздер, Бекзат марқұм Қазақстанның көк туын биікте желбіретіп, Олимпиадада Сиднейде бірінші орын алған сайып қыранымыз. Ол 21-ші ғасырға бір санаулы минуттар жетер-жетпес кезде апатқа ұшыраған болатын. Дегенмен осы кішігірім уақытта, аз ғана ғұмырында өте үлкен жетістікке жеткен азамат. Аға, енді алғашқы сұрағымызды былай бастасақ, осы шаңырақтың үстіне төбеге ту ілуге бола ма? Болса, оған негізі қандай баптар бар? Ілуге болады. Басында түсінбеушіліктер болды. Осы үйге көшіп келген жылы 2010-да осы үйге шаңырақ көтеріп осы Кенжекөлге көшіп келгенбіз ауылдан. Сол көшіп келген жылы сразу шаңырақтың үстіне осы туды ілдім. Басында түсінбеушіліктер болып жүрді. Енді осы ауыл арасында, басшылық жағынан алып тастаңыз, енді ол үкіметтің үйінде ғана болу керек деген осындай сөздер болып жүрді. Бірақ мен алмадым. Неге алуым керек мен? Мен ешқандай қателік жасап тұрған жоқпын. Мен туды құрметтегеннен кейін, отанымды сүйгеннен кейін бұл патриотизм деп өзім солай ойладым да, осы себепті осы туды бүгінге дейін ұстап тұрдым. Енді айта кетсеңіз, бұл енді сіздің патриоттық сезіміңіз, ішкі сезіміңізді осылай білдіріп отырсыз әрекетпен. Ал заң жүзінде бұл қудаланбай ма? Рұқсат етіле ме? Рәміздер жайында Конституцияның 8-ші бет 4-ші тармағы, 4-ші параграф сонда жазылған. Владелец имеет право флаг установить на любом месте. Владелец туды ұстап тұрған адам. Только должен быть ночное время освещаться и должен быть стандарты деген осындай. Жалпы сонда туды кез келген жерге ілуге болады дегенмен жерде жатпаса, бір кіре берсе бір жерде тұрмаса, лайықты орында тұрса болды. Лайықты орында тұрса болды ту. 2010 жылдан бастап ілініп тұр ту. 10 жылдан бастап, міне 10 жыл болды. Осы туды енді уақытында ауыстырып отырам. Желдің өті болатын жерде, қатты жел, жауындар болып жатады. Кейде енді шеттер жыртылады. Уақытымен мен ауыстырып отырам туды. Енді туға енді осы жылына ту 1,5-2 ай ғана, одан артық барлығы да біледі ғой, енді ту құрып жүргендер. Шығын ғой, конечно, мен үшін шығын. Қазір 10 мыңнан асып кетті бағасы. Бірақ жылына 70-80 мың теңге осы туға жіберем. Ол енді құрмай қоюға мен намысқа тыртысып келем. Не болса да енді өзім енді сондай бай жігіт емеспін енді. Енді кедей шаруашылығынан шыққанмын. Бірақ намысқа тыртысып осы туды құрып келе жатырмын. Демек, сіз тірі тұрған кезде бұл ту ұсталмайды? Мен тірі тұрғанда балаларым айтып жатырмын, осы туды шаңырақтан алмаңдар балалар деп. Керемет. Енді Ерсайын аға, мынау Сүйінбай Ауролының айтқаны бар ғой. Бөрілі байрақ ұраным, бөрілі байрақ қолды қалсам,
қосып кетер қайдағымды. Осы үйдің туыстар, балалары қанша бар? Жалпы әулетте қанша адам бар? Әулетте өзі 3 балам бар, 9 немерем бар, 1 шөберем бар. Міне, иншалла осы шаңырақта тұрып жатырмыз барлығын. Немерем 10, міне, 1 шөберем бар. Енді өзіңіз сияқты патриоттар бар ма арасында? Аса қатты патриоттар енді осылай туды. Енді кішкентай немерелерім бар, мына кішкентай 4-ке кетті, 3-тен асты немерем бар. Ол осы Қазақстанның гимні оны ойнап жатса, осы туды көрсе, гимн ойнағанда бірге кеудесін ұстап тұрады. Әлгі бізді үйретіп жатқанымыз жоқ, әлгі сәбидің өзі көргенін істеп, енді осы көшеде машинамен келе жатсақ, әлгі немеремнің қарап отыратын, әрбір шаңырақтың төбені биік үйлердің басына қарап отырады. Ата ана жерде ту жоқ қой, ана жерде Қазақстанның туы ілініп тұр ғой. Осыған өзіміз риза болып отырмыз. Немерем алдай мына енді бұл да енді ұлттық отансүйгіштік қой, енді ертең осы бала осы бетінен отан сүйіп өтсе екен деп тілеп отырамыз енді. Қателеспесем, сіз қазір зейнеттесіз ғой? Жоқ, келесі жылы шығамын осы қыстан 62-ден. Қазір енді немен айналысып жатсыз? Өзім жекеменшік шеберханам бар, машина жөндейміз, сол баламыз екеуміз. Бұл шаруадан бөлек қоғамдық шаралармен айналысасыз? Басқа енді бір қайырымдылық қорын ашқанбыз біз. Халық сенімі деген. Қашан аштыңыз? 2018-де аштық, февраль айында. Заңменен бұл бекітілді. Осымен айналысамыз, енді қайырымдылық қорында бір 10 адамбыз. Мына қордан бір тиын еңбек алмаймыз. Біз сол тегін жұмыс жасаймыз. Осындай. Бірақ көмектесеміз. Кез келген адамға осындай жағдайларда. Осыны халық түсініп білсе екен деп ойлаймын. Өмірде қызықпенен мына қайғы өзі бірге жүреді ғой. Бір қайғылы жағдайларда, мысалы, оқиғалар болып жатады, мысалы, неше түрлі оны айта берсең, тізе берсең көп нәрсе, көлік апаты, басқадай неше түрлі, мысалы, күтпеген жерден болып жатады. Сондайда, мысалы, кейде адам қысылып қалады, қолында қаражаты болмай қалады. Мал ұстап отқан, шаруашылық үйіріп отқан адамдардың өзінде де қолында қолма-қол наличка дейміз, орысша ақша болмай жатады, мысалы. Сондай жағдайда осы қорға қосылған адам болса, қысылмай келіп осы қордан, бұл қор жинақ кассасы деуге болады ол кісінің, мысалы. Осы қордан келіп алып, мысалы, қазір жаңа бастап жатырмыз біз, 10 күн мерзімге, 10-12 күн мерзімге береміз. Содан кейін малын сатып ұқсатқаннан кейін, мысалы, басқадай батадан түсетіндер болады, қайтадан қорға қайтарып әкеп беру керек. Егер тұрмыс жағдайы төмен, мысалы, кейбір пайызсыз қарыз сияқты ғой. Пайызсыз береміз, және үстіне тағы да 20 мың қосып береміз оның үстіне. Ал енді мынандай жағдай, кейде бір аналар болады, 3-4 баламен отыр, мысалы, отағасы жоқ, басқадай. Үйінде бір кәрі анасы, әкесі бір дүниеден қайтты. Қолында түгі жоқ. Фактісі ол кісі мынаған қорға қосылды. Ондай жағдайлар болса, тұрмысы ауыр жағдайлар болса, біз әлгі беретін қайтарымсыз береміз ол кісіге. Ешқандай қайтарып әкелеміз, солай қайтарымсыз бере аламыз. Ол осы 10 адам осыны сол жерде, және 2 сағаттың ішінде біз көмек жасаймыз. Осы облыстың қай жерінде тұрса да 2 сағаттың ішінде өзіміз звонок түссе қолына апарып жеткізіп береміз любой адамға. Бұндай деген ешқай жерде жоқ. Біздің Есенгіде, Қазақстанда ешқандай өте керемет бастама екен. Жақсы негізі, жақсы. Енді аға, жақсы. Бұны көрермендер естіп жатыр ғой. Сіздің байланыс нөмірлеріңізді қайдан алса болады? Сайт бар ма? Сосын мына осы менің шаңырағым осы Бекзат Саттарханов 21-ші үй заң жүзінде біздің офисіміз бекітілді. Өйткені біздің қаланың ортасынан, мысалы, офис ашып, біз барып шіреніп отыратындай болады. Ондай біздіңге қажет емес. Демек сізге тікелей хабарласса болды. Осы жерге келіп, мысалы, журналға тіркеліп, мысалы, осындай. Және банктан шөтіміз бар ашылған, мысалы, сонда банкке салуға болады, айтса осындайға журналға тіркелуіне болады. Достар, олай болса мен осы видеоның астына Ерсайын ағаның жеке нөмірін қалдырамын. Егер де осы қорға ақша саламын, мұқтаж адамдарға көмектесемін деп жатсаңыздар, сонда ниеттеріңіз болса, сол нөмірге хабарлассаңыздар болады. Енді аға жаңағы ту мәселесіне оралсақ. Мынау көптеген көлік жүргізушілерден байқаймыз. Мына алдындағы терезеге өзге тудың іліп қоятындар болады. Мысалы, кейбір өздерін мен бір футбол командасының
жаңағы жанкүйермін деп ақтап жататындар болады, кейбіреу басқа бір себептерін айтып ақталып жатады. Сіздің бұл жаңағы мәселеге көзқарасыңыз қандай? Негізі қай мемлекетте тұрсаң да сол мемлекеттің туын ғана көтерген дұрыс па деп ойлаймын. Ол мемлекетте жүріп, сен басқа бір мемлекеттің туын әкеліп о жерге өз бетіңменен әкеліп іліп қоюға құруға негізі мен оған қарсымын негізі. Көріп жатамыз онда. Өзіңіз көрген кезде тоқтатып айтасыз ба ескерту, әлде былай іштей қынжылып қана қоясыз? Жоқ, қынжылып қоямын, былай барып айтуға енді түсінсе жақсы, мысалы көремін енді былай, бірақ кішкене ренжіп кетемін енді. Қалай бұны? Мен жеке өз басым ол кісілерді былай үй ішінен үй тіккен адамдар сияқты қараймын. Дұрыс айтасың. Егер де сіз сияқты былай өзімнің үйімнің төбесіне немесе мынау жаңағы төріне мемлекеттік туды іліп қоямын дейтін жандарға айтар ақыл кеңесіңіз қандай? Бұл ту жалғыз менің шаңырағымда емес, бүкіл қазақтың шаңырағында ілулі тұрса артық болмас еді деп айтармын. Бүкіл қазақстандықтың шаңырағында, басқа ұлттарда бар ғой мысалы, шаңырағында ілулі тұрса артық болмас еді. Сұхбатыңызға мыңда бір рахмет. Өзіңіз сияқты рухты патриот азаматтар елімізде көп болсын деген тілекпен сұхбатымызды аяқтаймыз. Рахмет, өздеріңе де мына еңбектерің жемісті болсын. Жаңа жыл құт береке әкелсін тек.